Достар сәлем! Для этого урока подготовила для вас разные примеры на тему, когда мы хотим сказать, например, как сегодня, как вчера, как у меня, как у вас или как у нас. Примеры, как это звучит на казахском языке. Перед началом урока хочу сказать всем көп рахмет за подписку, за лайки, за комментарий. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Ал енді бастайық. Бүгінгідей. Бүгінгідей, как сегодня, как в сегодняшний день. Мен бүгінгідей ыстық күнді бұрын көрмедім. Мен бүгінгідей ыстық күнді бұрын көрмедім. Я раньше не видела такого жаркого дня, как сегодня. Кешегідей. Кешегідей, как вчера. Бүгін ауа райы кешегідей жылы. Бүгін ауа райы кешегідей жылы. Сегодня погода теплая, как вчера. Баяғыдай, бұрынғыдай, как раньше, как прежде. Ол бұрынғыдай жиі хабарласпайды. Ол бұрынғыдай жиі хабарласпайды. Он не звонит так часто, как раньше. Мен баяғыдай аңқау емеспін. Мен баяғыдай аңқау емеспін. Я не такой наивный, как раньше. Мендегідей. Мендегідей, как у меня. Менікіндей, менікіндей, как мой. Мендегідей үтік сізде де бар ғой? Мендегідей үтік сізде де бар ғой? У вас же тоже есть такой же утюг, как у меня. Оның сөмкесі менікіндей емес. Оның сөмкесі менікіндей емес. Его сумка не такая, как моя. Сендегідей. Сендегідей, как у тебя. Сенікіндей, сенікіндей, как твой. Онда сендегідей шыдам жоқ. Онда сендегідей шыдам жоқ. У него нет такого терпения, как у тебя. Біздің үйіміз сенікіндей үлкен емес. Біздің үйіміз сенікіндей үлкен емес. Наш дом не такой большой, как твой. Сіздегідей. Сіздегідей, как у вас. Сіздікіндей. Сіздікіндей, как ваш. Менде сіздегідей талант жоқ. Менде сіздегідей талант жоқ. У меня нет такого таланта, как у вас. Оның компьютері сіздікіндей жылдам емес. Оның компьютері сіздікіндей жылдам емес. Его компьютер не такой быстрый, как ваш. Біздегідей. Біздегідей, как у нас. Біздікіндей. Біздікіндей, как наш. Сіздерде біздегідей дәстүр бар ма? Сіздерде біздегідей дәстүр бар ма? У вас есть такая традиция, как у нас? Олардың үйлері біздікіндей емес. Олардың үйлері біздікіндей емес. Их дома не такие, как наши. Ойдағыдай. Ойдағыдай переводится как задуманно, так как ожидалось, так как мы думали. А также это слово может переводиться все хорошо, все в порядке. Например, сапар ойдағыдай өтті. Сапар ойдағыдай өтті. Поездка прошла так, как было задумано. Қалың қалай? Бәрі ойдағыдай. Как дела? Все хорошо, все в порядке. Мақпалдікіндей. Мақпалдікіндей. Как у Мақпал. Маған Мақпалдікіндей аяқ киім ұнайды. Маған Мақпалдікіндей аяқ киім ұнайды. Мне нравится обувь, как у Мақпал. Әрсендікіндей. Әрсендікіндей, как у Арсена. Бізге әрсендікіндей компьютер керек. Бізге әрсендікіндей компьютер керек. Нам нужен компьютер, как у Арсена.
Менің бақшамдағыдай гүлдер мұнда жоқ. Менің бақшамдағыдай гүлдер мұнда жоқ. Менің бақшам, мой сад. Притяжательное окончание, да, тоже. Здесь нет таких цветов, как в моем саду. Сенің бөлмеңдегідей перде оған ұнайды. Сенің бөлмеңдегідей перде оған ұнайды. Ему нравятся шторы, как у тебя в комнате. Сенің бөлмең, да, сенің бөлмеңдегідей. Сіздің ауылыңыздағыдай алма ағаштары мұнда өспейді. Сіздің ауылыңыздағыдай алма ағаштары мұнда өспейді. Здесь не растут такие яблони, как в вашем ауле. Оның бетіндегідей мең менде де бар. Оның бетіндегідей мең менде де бар. У меня тоже есть такая родинка, как у него на лице. Как у него на лице, оның бетіндегідей. А слово мең, когда сонорный «ң» пишется в конце, это слово переводится родинка. Біздің пәтеріміздегідей ас үй оған қатты ұнайды. Біздің пәтеріміздегідей ас үй оған қатты ұнайды. Ему очень нравится такая кухня, как в нашей квартире. Біздің пәтеріміздегідей, как в нашей квартире. Біздің кездесуіміз кинодағыдай болды. Біздің кездесуіміз кинодағыдай болды. Наша встреча была как в кино. Как в кино, кинодағыдай. Оның шашы жарнамадағыдай жылтырап тұр. Оның шашы жарнамадағыдай жылтырап тұр. Ее волосы блестят, как в рекламе. Как в рекламе, жарнамадағыдай. Кітаптағыдай кейіпкер өмірде болмайды. Кітаптағыдай кейіпкер өмірде болмайды. Таких героев, как в книгах, в жизни не бывает. Как в книгах, кітаптағыдай. Қалада ауылдағыдай жұлдыздар анық көрінбейді. Қалада ауылдағыдай жұлдыздар анық көрінбейді. В городе звезды не видны так ясно, как в деревне. Как в деревне, ауылдағыдай. Тамағын мейрамханадағыдай дәмді. Тамағың мейрамханадағыдай дәмді. Твоя еда вкусная, как в ресторане. Как в ресторане, мейрамханадағыдай. Достар, надеюсь, этот урок для вас был полезным. Я вам желаю удачи в изучении казахского языка. Если мои уроки полезны для вас, можете поддержать мой канал донатами. В описании оставлю координаты. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.